أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ассаламу алейкум, досым. Я Раббым, тек өзіңнің ғана разылығың үшін деп бүгінгі дәрісімізді бастаймыз. Жалпы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға елшілік міндет жүктелгеннен кейін, уақиғалар түскеннен кейін алғашқы бір шама жыл уақыт олар осы дінді жасырын түрде насихаттап жүрді. Яғни пұттарға сенбеңдер, адамдарға қиянат жасамаңдар, бізді жаратқан Аллах тағала бар деген сөзді алғашқы уақытта жасырын айтты. Ең алғашқы дінді қабылдағандар Хадиша бинт Хуайлид 50-60 жас шамасында дінді қабылдаған. Хадиша пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның әйелі болған. Тұңғыш дінді қабылдаған, тұңғыш рет дәрет алған, ең бірінші болып намаз оқыған адам, және ол ең бірінші жәннатпен сүйіншіленген. Жәбірейіл алейхиссалам уахиды осы Хадиша анамыз бен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үйіне уахиды алып келген. Екінші болып Али ибн Абу Толиб. Абу Толибтің баласы Али қабылдады. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламмен Хадиша анамыздың намаз оқып тұрғанын көріп, ол түсініп, түнімен ойланып, таңда дінді қабылдаған. Үшінші Зайд ибн Хариса деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Хадиша анамыз сыйлық етіп берген, олардың құлы болатын, яғни көмекшісі. Жалпы ол Зайд Указ базарында Хакам ибн Хадишаға көкесі сыйлыққа берді. Указ базарынан сатып алған. Ол негізі Кәлб руынан шыққан. Меккеге өзінің анасымен бірге нағашы жұртына кетіп бара жатқанда Зайдты жаңылдегі қарақшылар ұстап алып, оны сатып пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға дейін келді. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қасында жүріп, өте көп затты үйреніп, Құранда жалғыз ғана аты аталған сахаба болды, ғұлама ғалым болды. Төртінші болып дінді Абу Бәкір, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның досы, 37 жасында дінді қабылдады. Бесінші болып Осман ибн Аффан 34 жасында дінді қабылдады. Әз-Зубайр ибн Ауам 12 жасында дінді қабылдады. Сағад ибн Абу Ваққас та қабылдады. 8-ші болып Талха ибн Убайдулла қабылдады. 9-ші болып Сағад ибн Сайд, 10-ші болып Сухайб ибн Синан қабылдады. Жалпы Зайд деген құлын кейіннен оның әкесі Хариса іздеп келіп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан сатып алайын деп келгенде, Зайд бас тартып, Мұхаммедтің қасында қаламын, мен одан үйренгеніміз көп, ол өте жақсы адам деп қалған, және Зайд ибн Мұхаммед болып өзгертілген. Яғни оның асыранды баласы дегендей. Жалпы осы 10 адам қабылдады дінді. Одан кейін жаймен адамдар дінді қабылдап, Алланың бар екенін мойындап көбейе бастады. Аби ибн Аби Арқам ең алғашқы медресе үйі. Ол өте алыс болған, Сафаның арғы жағында. Бұл Мағзум тайпасының шыққан 16 жастағы жап-жас баланың үйі. Ол жерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дінді қабылдағандарға уағыз насихат айтып, түсіп жатқан Құран аяттарын сөзбе-сөз түсіндіріп беретін. Жалпы өзіңнің туысқандарыңды ескерт деген аят түскеннен кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам
өзінің үйінен шығып Сафа төбесіне барып сабаха деп айқайлайды. Ол барлығың жиналыңдар дейді. Және ол жерде туған туысқандарының барлығы жиналған кезде, уа халайық, мына таудың артында дұшпан келе жатыр десем, сендер маған сенесіңдер ма дейді. Барлық адамдар біз саған сенеміз дейді. Онда мен сендерді деп енді сөзін бастайын дегенде, көкесі Әбу Ләһәб құрып кеткір, осыны да айту үшін жидың ба бізді деп сөзін бөліп адамдардың барлығын таратып жібереді. Ол Әбу Ләһәб пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның көкесі, бірақ өте көп жамандық жасаған. Және бір ертеңісіне тағы да адамдардың барлығын жария түрде исламға шақыру үшін барлығын жиған кезде, және оларға Алланың бір екенін айтқан кезде, тағы да сөзін бөліп, ол жерде Әбу Ләһәб барлық адамдарды таратып жіберген. Әбу Ләһәбтің негізгі 3 ұлы бар. 2 ұлы Ғутба, Руқая, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қызы Руқаяға үйленген. Ғутайба деген баласы Умму Күлсумға үйленді. Ол 2 баласында Әбу Ләһәб өзінің балдарына шақыртып алып, 2 қызынан ажырасуды бұйырды. Талақ қылыңдар деді. Сонда Ғутайба келіп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бетіне түкіріп талақ етіп кетті. Түкірігі тимеді, бірақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дұға етті. Я Раббым, Ғутайбаға өз иттеріңнен болған бір итті жібер деп дұға етті. Ғутайба саудамен Шам жеріне кетіп бара жатқан кезде, Зарқа деген жерде Ердонияда түнде барлығы ұйықтап қалған кезде қатты қорқады. Бір кезде жолбарыс не арыстан келіп, барлық оны қорғап тұрған достарының, қызметкерлерінің арасынан жұлып алып кетіп, оны өлтіріп жеп қойған екен. Сол кезде ол өлерінің алдында қатты қорыққандығы туралы қасындағы достарына айтқан екен. Жалпы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға өте көп қастандықтар, жамандықтар өте көп жасалды. Умму Жәлил тікен жиып жүргенде, оған жүрген кезде оның өкшесіне тікен кіріп, сол тікендердің барлығын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның аяғының астына тастайын дегенде, өзінің аяғына бір тікен кіліп, сол тікеннен өліп кеткен. Екінші суретте көрсетілген суретте Хабаб ибн Әл-Ард Әт-Тамими деген темір ұстасы болған. Ол темірмен түрлі заттарды жасап, қару-жарақ жасаған. Және де ол Хаббабтың дінді қабылдағаны үшін оның өзінің егесі Умму Аммар деген әйел кісі қатты қинап, арқасына темірді қыздырып тұрып бастырып, дініңнен қайтпасаң, сен осы темірмен қинаймын деп, артына қайта қатты қызған темірді басады. Оны Алла қатты қорғап, сондай бір қатты қиналса да, бірақ дінінен қайтпайды. Умму Аммар, оны қинаған әйел, Аллах тағала оған қатты бас ауруын жіберді. Ол ауруды ешқандай бір емші, дәрігер баса алмады, және бірақ оның бір ғана шипасы бар, қызған темірді басына басу ғана. Сонымен өмір бойы басы қатты ауырған кезде қызған темірді басына қою арқылы ол ауру кішкене басылады. Сондай бір азаппен Умму Аммар дүниеден өтті. Ал Хаббаб ол дүниеден өткен жоқ. Және ол кейіннен исламды таратып, өте қатты сондай ізгі иманды адамдардың бірі болды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам намаз оқып отырған кезде, арқасынан Абу Жахил деген адам келіп, оның мойнынан қатты қысып, қатты қинаған. Жалпы қиналу дәрістері бұнымен біткен жоқ. Келесі дәрісте де көп айтамыз. Зиннура деген дінді қабылдаған Абу Жахил оны да қатты азаптап, екі көзін көрмей қалды. Менің Раббым көзімді қайтадан көргіздіреді деп дұға етіп, ертеңісіне қайтадан көзі көріп кеткен. Оны көргенде Абу Жахил бұл Мұхаммедтің жай ғана сиқыры деген.
Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның досы Абу Бәкір, ол көп адамдарды сатып алған, өте бай болған, және де Умму Фәділді сатып алған, одан да бөлек басқа да адамдарды сатып алған. Өйткені адамдардың қатты қиналып жатқанын көргенде жүрегі ауырып, сондай бір мейіріммен сатып алып, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға және басқа да мүмін мұсылмандарға жәрдем еткен өте мейірімді, дана кісі болған. Алла қаласа келесі дәрісімізде де дәрісіміз жалғасады. Ассаламу алейкум, пайдалы білім болсын.